Қараңыздар, құрметті оқушылар, x минус 2, x квадрат минус 9 плюс 3 бөлінген x өрнегінің дейді мағынасы болмайтын x-ің мәні дейді. 39-да бір мақтап қойсаңыз болады енді ғой дейді. Молодец, 39-ың күшті бал. Мына өрнегінің қай уақытта мағынасы болмайды, достар? Бөлшектің бөлімі 0-ге тең емес болған кезде, то есть бөлшектің бөлімі 0-ге тең болып кеткен кезде бізде мағынасы болмай кететін еді бұл өрнектің. Түсіндіңдер ме, құрметті оқушылар? Енді оқушылар қараңыздар, бұл жерде x квадрат минус 9 дейді тең емес 0-ге, x квадрат тең емес 9-ға, и x тең емес плюс минус 3-ге екен. Екіншісі оқушылар x тең емес 0-ге екен. Сонда қараңдар, тең емес 0, 3 және минус 3 деген жауапты белгілейтін болсаңдар, плюс 2 балл алып кетесіңдер оқушылар. Сұрап алдық қой ағай, рахмет дейді.